Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде сендермен екінші сабақ ертегі не туралы? Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас вторая тема «О чем эта сказка?». Жаңа сөздер, новые слова. Прочитай, напиши в словарь, выучи. Не туралы. О чем? Тігінші. Портной, швея. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Мен көремін. Сен көресің. Сіз көресіз. Ол көреді. Не көресің? Не туралы. Посмотри на картинку и прочитай. Әлібек, мультфильм не туралы? Әлібек, о чем этот мультфильм? Мультфильм «Тігінші мен ай» туралы. Мультфильм про портного и луну. Әлібек, сен не көресің? Мен мультфильм көремін. Мультфильм не туралы? Тігінші мен ай туралы. Бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Сен не көресің? Что ты смотришь? Мен мультфильм көремін. Мен кино көремін. Мен концерт көремін. Мен футбол көремін. Ол не көреді? Что он смотрит? Ол мультфильм көреді. Ол кино көреді. Ол концерт көреді. Ол футбол көреді. Екінші тапсырма. Үлгі бойынша сұраққа жауап бер. Ответь на вопросы. Үлгі. Пример. Мынау Карлсон мен Балақай мультфильмі. Бұл мультфильм Карлсон мен Балақай туралы. Бұл қандай мультфильм? Ол не туралы? Мынау Алдар көсе мультфильмі. Бұл мультфильм Алдар көсе туралы. Мынау Тігінші мен ай мультфильмі. Бұл мультфильм Тігінші мен ай туралы. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Дополни предложение по картинкам. Например, первое. Мен мультфильм көремін. Я смотрю мультфильм. Ол не туралы? Ол Тігінші мен ай туралы. Келесі екінші сурет. Сен мультфильм көресің. Ол не туралы? Ол машине туралы. Сіз мультфильм көресіз. Ол не туралы? Ол қасқыр мен қоян туралы. Ол мультфильм көреді. Ол не туралы? Ол Карлсон мен Балақай туралы. Төртінші тапсырма. Суреттерге қарап диалог құрыңдар. Составьте диалог. Мысалы, Әлібек, сен қандай мультфильм көресің? Мен Карлсон және қасқыр мен қоян мультфильмін көремін. Анель, ал сен қандай мультфильм көресің? Мен Тігінші мен ай мультфильмін көремін. Кел жаттайық. Теледидар көремін. Кітап оқып, ініме ертегі айтып беремін. Есте сақта, запомни, мен мультфильм көремін. Ол Тігінші мен ай туралы. На этом мы закончили урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. До свидания. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.